Леня, босай! Ей, ырғылған меле, босай тесіз! Студияда Көмекбай. Көмекбай, сіз енді тікелей эфирдесіз, сізді бүкіл дұрыс, бүкіл ағайыныңыз бәрі көріп отыр, бүкіл халық көріп отыр. Қысылмай, өзіңіз қысыл қалдым. Еркін отырыңыз. Десең, дұрыс, Көмекбай. Ал, басталды. Қош келдіңіз біздің бағдарламаға. Мынау біздің бағдарламаға ағайындар жоғын іздеп келіп жатады. Жоқ, кешіріңіз. Ағайындарын іздеп келіп жатады. Сіз кімді іздеп келіп жүрсіз? Не дейсің? Сіз не үшін келдіңіз біздің бағдарламаға? Ұмытып қалдым. Жоқ, Көмекбай, сіз бізге хат жолдаған екенсіз да? Не деп? Хатыңызда бауырымды, інімді іздеп жүрмін деген екенсіз. Братишканы іздеп жүрмін ғой. Дұрыс. Сол енді ініңізді біз сізге біраз сұрақтар қойсақ. Сол ініңізді қалай жоғалттыңыз? Қайда, қандай жағдайда дегендей? Ауылда жоғалттым ғой. Қалай жоғалттыңыз? Ешекпен шөпке барғанбыз ғой баяғыда, пацан кезімізде. Ешекпен шөпке барып, шөпті ешекке артып, үйге қайтқанбыз ғой. Ешектің алдында мен отырдым, артыма братишкам отырды. Үйге келіп қарасам, жоқ қой! Ешектен түсіп қалғанда мінем айтты. Бұлай қарайым жоқ. Ешектің астына қарайым жоқ. Исчез. Ешекке мінем айтты, пацан. Демек, бала кезіңізде жоғалттыңыз, е? Пацан, шыбол кезіңізде. Көмекбай, сіздің есіңізде бар ма? Қай күн екен оның? Не дейсің? Жоғалтқан күніңіз есіңізде бар ма? Қай айдың қандай күні екені? 1 майдың 17-сі. Қаншасы дейсіз? 1 майдың 17-сіне или 18-сіне точно білмейсің ғой? Точно білсем өзім ақтау боламын ғой. Дұрыс. Көмекбай, енді мына біздің бағдарламаға әдетте адамдар өзінің жан бауырын табу үшін суретін әкеп жатады. Сіз сурет бермеген екенсіз, мүмкін ініңізді сипаттап берерсіз бізге? Нені? Ініңізді де бізге сипаттап беріңізші, бауырыңызды қандай, кімге ұқсайды? Маймылға ұқсайды. Десең, Дұрыс енді, Көмекбай, дегенмен бір ерекшелігі бар шығар. Адамдардың ерекшелігі болады, шашы ұзын болады, немесе... Саған ұқсай ма? Саған ұқсайды ау? Жоқ, кешіріңіз, менің сіздерге ешқандай қатысым жоқ. Сіз енді айтыңызшы. Бір түрлі саған ұқсай ма, или адамға ұқсайды ғой? Ерекшелігі жоқ па? Ұқсайтын білсем өзім ақтау боламын ғой? Сен қуасың, Көмекбай, бізде сізге жақсы жаңалық. Біз сіздің бауырыңызды таптық. Қойы? Қазір ол қызы студияда күтіп тұр сізді. Былай істейікші, Көмекбай, тұрыңызшы. Келіңізші, Көмекбай. Көмекбай. Сен неме жылауысың, баша қатысы жоқ қой. Мен қатты толық тұрмын да. Көмекбай. Мен үшін сен жыламай қойшы. Былай істеңізші, өз-өзіңізді қолыңызға ұстаңызшы. Не дейсің? Өз-өзіңізді қолыңызға ұстаңызшы деймін. Жоқ, не істеп тұрсыз? Өз-өзім қолыма ұстап тұрмын ғой. Жоқ, ондай емес, Көмекбай, мен сізге берік болыңыз деп жатырмын өз-өзіңізге. Беріктен класстасып ұстап тұрайын ба? Былай істеңізші, Көмекбай. Сіз тек қана жыламай енді. Десең, Ал, Көмекбай, қазір бауырыңыз шығады. Тұрыңыз. Таптым ау сені десең, бауырым десең. Неғып жүрсің сен, неғып жүрсің? Шақырсайын десін. Жарым десейін. Тентек. Бұл емес пе не? Бұл емес. Сіз қызықсыз ба, сізге бәрі болма, сонда кім болса да? Так, дайындалыңызшы, Көмекбай. Тек қана жыламаңызшы. Студияда Көмекбайдың інісі. Пацан, щегол, менің қолымнан тартып қояды. Мен
атамның қолынан татып қояды. Қойыңыздар енді. Атса ұят болады ондай Келіңіздер, істеме. отырыңыздар. Сіздер қызықсыздар, тікелей эфирде. Ей, ойбай, одан не көр? Ойбай, үзесің, қойсай! Үзесің! Молодец, братишка. Қатты қуанғандарыңыз көрініп-ақ тұр. Разговор жоқ. Ал, дұрыс. Молодец, семіріп кеттің, молодец. Семіріп кеттің, молодец. Көмекбай, Ау, қуанышыңызға ортақпыз. разговор жоқ. Қандай сезімдесіз? Нормально сезімде. Енді, Қандай сезімде білмейсің ғой сезім не екенін. жоқ енді бауырыңызды таптыңыз, қатты қуанышты шығарсыз, иә? Қуанып тұрмын десең, ә? Иә. Жоқ, мен қуанғанда танимын ғой бұны. Кімді? Бізді көршімізді танимын ғой. Күнде көріп жүресіз бе сонда? Жұмысқа кеткен кезде көрмей қалам. Түнде көрмей қалам, күндіз көремін ғой. Десең, ә? Көршім, дұрыс. танимын баяғыда, пацан кезінде Иә. танимын. Бала кезіңізде жоғалтқаннан кейін бір-біріңізді танымауларыңыз мүмкін. Ал қуаныштарыңызға ортақпыз. Разговор жоқ. Қандай ыстық лебізіңіз, бір сөзіңіз бар ма айтатын? Негізі біз семьяда 6 қыз бір бала туғанбыз ғой, бір ұл туған. Енді Құдайға шүкір 6 қыз 2 бала болды. Қуанып тұрмын. Әкем айтты да, егер ініңді тауып алсаң, мына алтын сағатты ініңе тақ деді да. Ой, қандай керемет. Сол енді аманатын орындайын. Дұрыс, дұрыс. Бауырыма тағайын студияда. Міне әкем айтты да, ініңді тапсаң, әкесінің көзіндей көріп жүрсін, тақ деді тағайын. Ой, қандай керемет, қандай керемет. Папашка Адамның жүрегін жылататын да. Иә, иә. Дұрыс. Разговор. Сыртта тұра берейін, е? А? Сыртта күте тұрамын ғой. Неге? Ыстық қой. Разговор жоқ. Дұрыс енді. Міне, қымбатты көрермендер, әке мен бала табысып қауышты деген осы. Разговор жоқ. Дұрыс. Ал, Негізі әкем байқұста бір аунап тұрған шығар деймін да. кешіріңіз, әкеңіз марқұм болып кетіп пе еді? Жоқ. Неге олай айттыңыз? Енді бізді көріп отырып, о деп, о деп, бір аунап тұрған шығар деймін да, қуанып. Дұрыс, өте орында, иә. Қуасың қалып деп. Қыздар ма сіздер қандай адамсыздар? Өте Мен қуанышты. ақырын білемін, тап дегенсін тап. Әкем бешер армандады ғой мені. Қаншама жыл әкем бешер армандады. Ал Сендер Көмекбай. негізі 6 қыз 7 бала туғансыңдар деген да, 8 туғансыңдар вообще деген да ма? Дұрыс, Көмекбай. Мынау біздің бағдарламада осылай бір-бірін тауып беріп жатады. Кейде қателіктер де болып жатады. Қате көп болады ғой, иә? Иә, көп болады. Соның бірі сізден кешірім сұраймыз, Көмекбай. Сіздер ағайын болмай шықтыңыздар. Кіммен? Ағайын емес. Жаңағы сіздің ініңіз болмай шықты. Айып бізден. Иә, кешіріңіз. Алтын сағат ше? Енді оны Кетіп баратқан жаңа сырттан. Қай қарай кетті? Бұлай қарай кетті. жоқ. Көмекбай. Ал біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Әрі қарай ауыл кеші көңілдатты концерттік бағдарламамызбен жалғастырамыз. Эфирде Динара Қырықбаева. Баяғыда пацан кезімізде ешектен шөпке барып, шөпті ешекке артып, үйге қайтқанбыз ғой. Ешектің алдында мен отырдым, артыма братишкам отырды. Үйге келіп қарасам, жоқ қой! Ешектен түсіп қалғанда мінем айтты. Бұлай қарайым жоқ, бұлай қарайым жоқ. Ешектің астына қарайым жоқ. Исчез. Дұрыс. Ешекке мінем айтты, пацан. Демек, бала кезіңізде жоғалттыңыз, е? Пацан, бұл кезімізде. Көмекбай, сіздің есіңізде бар ма, қай күн екені оның? Не дейсің? Жоғалтқан күніңіз есіңізде бар ма? Қай айдың қандай күні екені? 1 майдың 17-сі. Қаншасы дейсіз? 1 майдың 17-сіне или 18-іне. Тошын білмейсің ғой? Тошын білсем өзім ақтау боламын ғой. Дұрыс. Десең, Көмекбай, енді мына біздің бағдарламаға әдетте адамдар өзінің бауырын табу үшін суретін әкеп жатады. Сіз сурет бермеген екенсіз, мүмкін ініңізді сипаттап берерсіз бізге? Нені? Ініңізді де бізге сипаттап беріңізші, бауырыңызды қандай, кімге ұқсайды?
Маймылға ұқсайды. Десең, Дұрыс енді, Көмекбай. Дегенмен бір ерекшелігі бар шығар. Адамдардың ерекшелігі болады, шашы ұзын болады, немесе... Саған ұқсай ма? Саған ұқсайды? Жоқ, кешіріңіз, менің сіздерге ешқандай қатысым жоқ. Сіз енді Бір айтыңызшы. саған ұқсай ма, или адамға ұқсайды ғой? Ерекшелігі жоқ па? Ұқсайтын білсем өзім тауып аламын ғой. Сен қуасың, Шығарсыз, Қуаттың ма? Десең, Иә. мен қуанғанда танимын ғой бұны. Кімді? Бізді көршімізді танимын ғой. Күнде көріп жүресіз бе сонда? Жұмысқа кеткен кез көрмей қалам. Түнде көрмей қалам, күндіз көремін ғой. Десең, көршім танимын баяғыда, пацан кезінде танимын. Бала кезіңізде жоғалтқаннан кейін бір-біріңізді танымауларыңыз мүмкін. Ал қуаныштарыңызға ортақпыз. Қандай ыстық лебізіңіз, бір сөзіңіз бар ма айтатын? Негіз біз семьяда 6 қыз бір бала туғанымыз ғой, бір ұл туған. Енді Құдайға шүкір 6 қыз 2 бала болды. Қуанып тұрмын. Әкем айтты да, егер ініңді тауып алсаң, мына алтын сағатты ініңе тақ деді да. Ой, қандай керемет. Соны енді аманатын орындайын. Дұрыс. Бауырыма тағайын студияда. Міне әкем айтты да, ініңді тапсаң, әкесінің көзіндей көріп жүрсін. Тақ деді, тағайын. Ой, қандай керемет. Адамның жүрегін жылататын да. Дұрыс. Сыртта тұра берейін, Сыртта күте тұрам ғой. Неге? Ыстық бұны. Разговор жоқ. Дұрыс енді. Міне, қымбатты көрермендер, әке мен бала табысып қауышты деген осы. Разговор жоқ. Дұрыс. Негізі әкем байқұстық бір аунап тұрған шығар деймін да. Кешіріңіз, әкеңіз марқұм болып кетті. Леня, босай! Ырғылған мелі, босай тесіз! Студияда Көмекбай. Көмекбай, сіз енді тікелей эфирдесіз, сізді дұрыс, бүкіл ағайыныңыз бәрі көріп отыр, бүкіл халық көріп отыр. Қысылмай, өзіңіз еркін отырыңыз. Десең, Дұрыс, Көмекбай. Ал, басталды. Қош келдіңіз біздің бағдарламаға. Мынау біздің бағдарламаға ағайындар жоғын іздеп келіп жатады. Жоқ, кешіріңіз. Ағайындарын іздеп келіп жатады. Сіз кімді іздеп келіп жүрсіз? Не дейсің? Сіз не үшін келдіңіз біздің бағдарламаға? Ұмытып қалдым. Жоқ, Көмекбай, сіз бізге хат жолдаған екенсіз да? Не деп? Хатыңызда бауырымды, інімді іздеп жүрмін деген екенсіз. Братишканы іздеп жүрмін ғой. Дұрыс. Сол енді ініңізді біз сізге біраз сұрақтар қойсақ. Сол ініңізді қалай жоғалттыңыз? Қайда, қандай жағдайда дегендей? Ауылда жоғалттым ғой. Қалай жоғалттыңыз? Ешекпен шөпке барғанбыз. Көмекбай, бізде сізге жақсы жаңалық. Біз сіздің бауырыңызды таптық. Қойы. Қазір ол қызды студияда күтіп тұр сізді. Былай істейікші, Көмекбай, тұрыңызшы. Келіңізші, Көмекбай. Көмекбай. Сен неме жылауыз, баша қатысы жоқ қой. Мен қатты толық тұрмын да. Көмекбай. Мен үшін сен жыламай қойшы. Былай істеңізші, өз-өзіңізді қолыңызға ұстаңызшы. Не дейсің? Өз-өзіңізді қолыңызға ұстаңызшы деймін. Жоқ, не істеп тұрсыз? Өз-өзім қолыма ұстап тұрмын ғой. Жоқ, ондай емес, Көмекбай, мен сізге берік болыңыз деп жатырмын өз-өзіңізге. Беріктен класстасып ұстап тұрайын ба? Былай істеңізші, Көмекбай. Сіз тек қана жыламай енді. Десің, Ал, Көмекбай, қазір бауырыңыз шығады. Тұрыңыз. Таптым ау сені. Десің, Бауырым десің, Неғып жүрсің сен, неғып жүрсің, Қыздауын шықпады. Шақырсайын десін. Жарым десей. Тентек. Бұл емес пе не? Бұл емес. Сіз қызықсыз ба, сізге бәрі болмаса сонда кім болса да? Так, дайындалыңызшы, Көмекбай. Тек қана жыламаңызшы. Студияда Көмекбайдың інісі.
патсан, щегол менің қолымнан тартып қояды. Мен братишка, братаның қолынан тартып қояды. Қойыңыздар енді. Патсан еп болады онда Келіңіздер, істеме. отырыңыздар. Сіздер қызықсыздар, тікелей эфирде. Ей, ойбай, одан не көр? Ойбай, үзесің, қойсай! Үзесің! Молодец, братишка. Қатты қуанғандарыңыз көрініп-ақ тұр. Разговор жоқ. Ал, дұрыс. Молодец, семіріп кетті, молодец. Семіріп кеттісің, молодец. Көмекбай, Ау, қуанышыңызға ортақпыз. разговор жоқ. Қандай сезімдесіз? Нормально сезімде. Енді, Қандай сезімде білмейсің ғой сезім не екенін. жоқ енді бауырыңызды таптыңыз, қатты қуаныш